Күні кеше ғана депутаттық мандатынан айырылған Асқар Садықов парламентте істейтін әйелге ұятсыз ұсыныстар жасап қырындаған, жыныстық бопсалауды жүйелі түрде жалғастырған мәжілісмен біздің балаларымыз әдемі болады деп те жазған. Патшайымым деп оңды-солды комплимент жаудыртқан. Ақ жол партиясының төрағасы экс-әріптесінің бейәдеп қылығы жайлы біраз жаңалықтың бетін ашты. Перуашевтың айтуынша, оған парламентте жұмыс істейтін бір әйел Садықовтың бірнеше рет ұятсыз ұсыныс жасап, қысым көрсеткені туралы айтып арызданған. Келіншек 17 сәуірде өзіне жазылған мұндай қорлау ұсыныстарды жауапсыз қалдырып елемеген екен. Алайда 15 мамырда бұл әрекеттер тағы қайталанған. Сөйтсе, экс-депутат жыныстық бопсалауды жүйелі түрде басқа күндері де жалғастырған. Партия төрағасы шағымдардың дені Садықовтың теріс іс-әрекеттеріне байланысты болғанын жеткізді. Бұрынғы мәжілісменнің бұдан да басқа фактілері барын және соның негізінде осындай шешім қабылданғанын атап өтті.